Тек екі немесе одан да көп коваленттік байланыс түзе алатын атомдар ғана тізбекті молекулаларда өзара байланыса алады. Егер атом оттек немесе күкірт секілді екі байланыс түзсе, басқа атом тізбекке жалғана алмайды. Сол себепті теориялық тұрғыдан тізбекті құрылым осы екі элементпен шектеледі. Элемент атомының негізгі тізбегіне жалғанған бүйір топтары бар құрылым болу үшін кем дегенде 3 байланыс болу керек. Ондай бірнеше элемент қана бар. Олар көміртек, азот, кремний және фосфор. Орташа байланыс энтальпиясы немесе байланыс энергиясы деп аталатын тізбектегі бір көміртек дара байланысын үзу үшін қажет энергия мөлшері өте жоғары. 347 килоджоуль бөлінген мольге тең. Басқа гомоатомды қосылыстардың орташа байланыс энтальпияларымен салыстырсақ, көміртек байланысының ең мықты екенін байқаймыз. Осыған байланысты тек көміртек атомдары ғана жердегі температура мен қысымда тұрақты болатын ұзын тізбекті құрылымдар түзе алады. Қалған 3 элементтің ішінен тек кремний ғана қысқа тізбектер түзеді. Кремний байланысы көміртек байланысынан әлсіз болғандықтан, ондай құрылымдар тұрақсыз. Олар қалыпты температура мен қысымда оңай ыдырайды. Көміртек қос байланысы дара байланыстан мықтырақ, алайда олар дара байланыстарға қарағанда сирек кездеседі. Мысалы, олар қанықпаған май қышқылдары мен А дәруменінен табылған. Көміртек үшеселі байланысы өте сирек кездеседі. Олар ацетилен мен оның туындыларында болады.